Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мақтадай жұп-жұмсақ және дәмі тіл үйіретін осындай керемет бургердің нанын, яғни булочкасын дайындайтын боламыз. Және де сіздерге арасына ірімшік те салып жасап көрсететін боламын. Барлығын мұқият асықпай түсіндіріп көрсетемін. Маңызды сәттерін жіберіп алмай, видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Қамырын илеу үшін ыдысымызға 300 грамм жылы сүт құямыз және де 100 грамм жылы суымызды құямыз. Одан кейін 1 ас қасық құрғақ ашытқыны саламыз және де 1 ас қасық қантты саламыз. Сонымен қатар 2-3 ас қасықтай сұйық май және 30 грамм осындай ерітілген сары майды саламыз. Енді 1 шай қасықтай тұз салып, барлығын жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Онды міндетті түрде алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз және сұйық массамызға ұнның барлығын бірден салмай, 2-ге немесе 3-ке бөліп салып отырып, қамырымызды илеуді бастаймыз. Менде бұл жерде шамамен 700 граммдай жоғары сұрыпты ұн. Арасында ешқандай іртік немесе түйіршік қалмайтындай қамырды жақсылап илейміз. Қамырларың жақсы көтеріліп ашып шығу үшін міндетті түрде сапалы, мерзімі өтіп кетпеген жақсы ашытқы қолданғандарыңыз дұрыс. Мінекей қамырымызды илеп алдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ болып иленіп шығады. Енді кішкене үстінен сұйық май құйып, барлық жағына біркелкі етіп жағып аламыз. Одан кейін қамырымыздың бетіне пищевая пленка жауып, шамамен көтерілгенше жылы жерге 1,5 немесе 2 сағат уақытқа қойып қоямыз. 1,5 сағат уақыттың ішінде менде қамыр өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай осылай 2 есе ұлғайып, әдемі болып көтеріліп шықты. Енді қамырымызды қолымызбен 1-2 басып, жақсылап илеп аламыз. Одан кейін столға орналастырып, дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай сопақша формаға келтіріп, яғни колбаска жасап аламыз. Одан кейін қамырымызды 90 немесе 100 граммнан таразымен өлшеп бөліп алсаңыздар болады, яғни барлығы бірдей болғанын қаласаңыздар. Ал егер таразы болмаған жағдайда көз мөлшерімен бөлсеңіздер болады. Бөліп алған әр қамырымызды осылай дөңгелетіп шығамыз және де формамызға пергамент қағазын төсеп, араларын ашықтау етіп орналастырамыз. Мінекей осылай формамызға жайғастырамыз және де бетін тағы да пищевая пленкамен жауып, 20 минут уақытқа тағы да біршама көтерілгенше қойып қоямыз. Ал келесі қалған булочкаларға мен ірімшік салғанды жөн көрдім ортасына. Осындай пиццада жақсы еритін ірімшікті алғандарыңыз дұрыс. Менде Эмир фирмасының моцарелла ірімшігі. Қамырды осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қолмен жайып шығасыздар және ортасына теркадан өткізілген ірімшікті салып, осылай қамырдың шет-шеттерін жинап отырып, дөңгелек формаға келтіріп, түйіп шығамыз. Әсіресе қамырдың осы соңғы жағын жақсылап жабыстырып бекітіп алыңыздар, өйткені кішкене жұқа болып қалса, тесік болып қалса, ірімшігі шығып кетіп, пісу барысында күйіп кетуі мүмкін. Мінекей барлығын осылай дөңгелетіп аламыз. Сіздерге түсініктірек болу үшін келесінде тағы да көрсете кетейін. Бұл булочкаларды сіздер міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осылай салмамен де, салмасыз да дайындап, тіпті дүкендерге, магазиндерге де сатылымға шығарып өткізсеңіздер де болады. Алған клиенттеріңіз разы болатынына сенімдімін, өйткені булочкеміз мақтадай жұп-жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Енді бұл булочкаларды да формаға жайғастырып, 20 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Оған дейін жаңаға көтерілген қамырымызды аламыз. Осылай кішкене үстерінен басып қоямыз және де беттеріне кішкене жұмыртқаның сары өзін осылай жағып шығамыз. Менің каналымда осы булочкаларды пайдаланып отырып пісіретін, үй жағдайында дайындалатын бургердің де рецептісі бар. Міндетті түрде ссылкасын описание бөлімінде қалдырамын. Жұмыртқаның сары өзін жағып алғаннан кейін беттеріне қалауларыңыз бойынша күнжіт немесе макси дана сепсеңіздер де болады. Алдын ала 190 градуста қызған пеште 20 минуттай пісіріп аламыз. Беттері қызарғанша, көтерілгенше пісіріп аласыздар. Енді келесілерінде дәл осылай пісіріп аламыз. Өздеріңіз байқап тұрғандарыңыздай, көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып көтеріліп, қызарып, кереметтей болып пісіп шықты. Осы пештен шығарған бойда бір 10 минутқа бетін мата сүлгімен жауып қойсаңыздар, тағы да біршама жұмсара түсетін болады.
Мінекей жұмсақтығында өздеріңіз көріп тұрсыздар, аралары толықтай піскен. Қазір сіздерге бөліп көрсететін боламын. Балаларыңыз мектепке баратын болса, осылай үй жағдайында өзіңіз бургер дайындап беріп, сөмкесіне салып жіберсеңіз, риза болып жүрері сөзсіз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Осы бургердің дайындалу жолында міндетті түрде каналымнан көріп алыңыздар.